Баршаға қайырлы күн көрермендерім, мен Молдовадамын, сіздерді Молдоваға алып келдім. Ендеше Молдовадағы саяхатты бірге тамашалайық. Бүгінгі шығарымда сіз осыны көресіздер. Айтпақшы, билет бұл 12 мың теңге. Сатылып кетті да? Нана қараңдар. Ана жақта жаңбыр басталып жатыр. Ассаламу алейкум барахматуллахи ва баракатух. Жолдың ортасында тұрмын. Молдова мемлекеті қай жерде екен? Міне жер шарымыздағы Қазақстанымыз, ал Молдова Қазақстаннан батыс жағында. Шығыс Еуропадағы Украина мен Румыния арасындағы теңізге шығатын жолы жоқ кішкентай мемлекет. Халқы шамамен 3 миллионның ар жақ бер жағы, халық ағымы өте үлкен. Яғни көбінде көршілес мемлекеттермен қос азаматтық. Біреулері Молдоваға басқа елдерге көшіп келіп жатса, біреулері керісінше көшіп кетіп жатыр. Президенті әйел адам Майя Санду. Ол Юрий Дудке сұхбат берген өте қызық интервью. Молдова әзірге Еуроодақ құрамына кірмейді және қазақстандықтар үшін виза қажет етпейді. Мен әуежайдан бірден ақша шешіп алдым. Молдованың ақшасы осындай болады. Лие деп аталады. Лей деп аталады. 200 лей. Сонымен қатар бұл жерден әуежайдан бірден сим-карты сатып алдым. Сим-карты бір аптаға, яғни 7 күнге 25 гигабайт. $2 тұрады, яғни 1000 теңге. Не бары 1000 теңге тұрады. Жаңа бізді паспорт контрольда ұзақ ұстады. Шамамен 3 сағат тұрдық бір кабинетте. Көптеген адамдарды бұл жақта тоқтатып жатыр. Сонымен қатар барлығын допросқа, яғни сөйлесуге бөлек кабинетке кіргізіп сөйлеседі. Шетел азаматтарын неге келдің, не себеппен, бұл жақта не істейсің, қайда тұрасың, қашан кетесің, көрші елде соғыс болып жатыр дегенде біз осылай қатаң тексереміз, енді жағдай солай деген сияқты. Ұзақ ұстады, біраз ұстады. Осындай жағдай болып жатыр Молдовада. Бұл жақта енді Украина және Ресей азаматтары өте көп. Енді Украинада ұшақтар ұшпағасын барлығын Молдова немесе Польша арқылы шетелге ұшуға тура келеді украиндықтарға. Сондықтан бұл жақта украиндықтар өте көп. Әуежайдан шықтық. Бұл жерде мына жерде жүрген таксистер 400 лей сұрайды. Бірақ мұнда Яндекс дейді екен 144 лей. Айырмашылық 4 есе. Қызық екен, жаңа бізге ұзақ допрос жасаған 2 адам мына жерде жүр, бізге күліп қарап қояды. Орысша сөйлейді дегенде. Ал кеттік. 10 минут ехать, да? Двигаться, да. Минут чуть больше 10. Көрермендерім, қараңыздар, менде қандай ұстара бар. Бұл осындай өте кішкентай құрғақ қырынуға арналған ұстара саяхатшыларға нағыз керек зат. Орын алмайды, жеп-жеңіл. Осылай жақсы етіп қарады. Әрине осындай жеңістің сақалы сияқты ондайларды алмайды, бірақ осындай күнделікте аптасына 1-2 рет қырынуға жақсы ұстара. Яғни түсінесіздер ме? Біреулеріңіз мұғалім, біреулеріңіз полиция қызметкері, біреуі офиста жұмыс істейді. Бұл жерде сақалмен жүруге болмайды дегендей. Сонымен қатар мүмкін сіз жасөспірімсіз. Ашамыз. Сосын раковинаға төгеміз. Болды. Сосын барлығын жуып тастаймыз. Ендеше достар, сіздер менің саяхатымды қолдағыларыңыз келсе, осындай ұстараны менен Каспий магазин арқылы сатып ала аласыздар. Сілтемесі төменде болады және бірінші комментарийда да болады. Ең бастысы осылай ИП Мукашев ТШ-дан алсаңыздар, әйтпесе басқа бір саудагерлер осылай мен ашып жасаған карточкаға өздерінде тіркеп қояды. Басқа бірден сатып алуларыңыз мүмкін. Сондықтан міндетті түрде сатушыны ИП Мукашев ТШ деген, яғни мен Мукашев Темірлан Шайхоллаұлы дегеннен сатып алғаныңыз жөн. Ендеше осыдан басқа тағы да микрофибралық сүлгілер де бар. Осы микрофибралық
фибралық сүлгіні және осындай кішкентай ұстараны сатып алу арқылы сіздер менің саяхатымды қолдайсыздар. Ендеше қолдауларыңыз үшін көп рахмет. Саяхатымызды әрі қарай жалғастырайық. Міне біздің хостеліміз, хостелдан шықтық және бұл осындай аудан. Бұл жерде осындай адамдар да бар. Сонымен қатар жеңіс байқағандай бұл аудан Оралдың пединститут жағына ұқсайды екен. Ескі үйлер, Оралдағыдай кварталдар, осындай жолдарды қараңыздар қандай. Мына жерде адам ұйықтап жатыр. Қаланың орталығы бұл жақта жағдай осындай. Осы жақтағы қоқыс жәшіктері де бұрын Кеңес одағында болған мемлекеттердегідей кеңінен тараған осындай контейнерлер. Сервициул фискаль де стат дейді. Мына жерде сосын тағы Лас о инсет виата энаре роата де резерва. Жеңіс 10 тіл білетін адам ретінде бұл тілді қай тілге ұқсатып тұр? Итальян тіліне өте қатты ұқсайды. Енді Молдов тілі осы жақында румын тілі деп өзгертілді. Яғни румын тілі мен Молдов тілі өте қатты ұқсас. Осыдан екеуін бір тіл етіп тастады, румын деп атап. Ну, мысалы қараңыздар, центрул дейді, де информаре альтенерилор. Informare si istituire automatiche, esperienze nuove. Sì, programmi di supporto finanziario, финансовая поддержка. Консультация психологика дейді. Ойлап көріңдер. Міне даже етістік итальян тілінде армен бітетін. Информировать дейді. Енді Кишинев қаласы, осы Кишинев қаласын ағылшынша іздегенде өте қиын табу, өйткені ағылшынша мүлдем басқаша жазылады. Молдов тілінде де басқаша жазылады. Міне осылай жазылады. Чишинау деп. Кишинев, Чишинау. Осы екі түрлі ұқсас, бірақ кішкене басқаша екі түрлі атаумен жазылады. Көрермендерім, біз қазір Крикова деген ауылға келдік. Шамамен 20 километр Кишиневтан. Және бұл жақта вино жасайды. Енді біреулеріңіз білесіздер, біреулеріңіз білмейсіздер. Молдова, молдавандар әлем бойынша вино жасаудан бірінші қатарлардың бірінде тұр. Енді грузиндар, француздар, испандықтар, сонымен қатар молдавандар да. Кейбір мемлекеттер мұнай шығарса, мұнаймен байиды, біреулері тауармен байиды, біреулері басқа медиамен байиды, ал молдовтар вино жасаумен байып жатыр. Енді экономикасы сол виномен тұрады. Бұл Крикова деген сондай вино жасайтын бір компаниялардың бірі. Бұл жақта бұндай компаниялар өте көп. Осы Крикова сол ең үлкен вино жасайтын компаниялардың бірі. Крикова деген ауыл, бұл ауылдың жартысы осы вино жасайтын плантациялар, база, погрептар жер астында соның барлығын сақтайды бірнеше жыл бойы. Қазір енді бұл жақта біз экскурсия аламыз, сосын сонымен жүріп көреміз. Осы Молдованы жақсы сезіну үшін, білу үшін, Молдованы тану үшін осындай вино жасайтын алқаптарға, вино жасайтын зауыттарға келу керек енді. Тоннельге кірген бойдан бірден суық сезілді, тіпті куртка киюге тура келді. Ішіндегі температура небары 12 градус екен. Сонымен қатар жер астындағы тоннельдің ішін тәтті жүзім мен шарап аралас иіс ұрып тұр. Бізді гид электробуспен тоннель бойымен аралатып, әр жерге тоқтап түрлі қызықты мәліметтермен бөлісті. Мысалы, Крикова шарап зауыты бұл жеке кәсіп емес, мемлекеттік акционерлік қоғам екен. Яғни Молдованың виноға деген қарым-қатынасы қандай екенін осыдан ақ байқауға болады. Осы тоннельдердің жалпы ұзындығы 120 километр, соның тек 80 километр ғана қазір қолданыста, ал қалған 40 километр болашақ өндіріс үшін алдын ала дайындап қойған екен. Тоннельдердің ұзындығы және лабиринт болғаны сонша, тіпті көше атауларымен бөлінеді екен. Бағдаршамдар, жол белгілері, бұрылыстарда айналар орнатылған.
кәдімгі жерасты қалашық сияқты. Тіпті мұнда марафон жүгірісі сияқты іс-шаралар да өткізіледі екен. Қабырғалардың текстурасына қарап, бұл тоннельдердің қалай қазылғанын аңғаруға болады. Бұл үлкен бөшкелерде шампан мен коньяктар сақталады, ал вино бутелкелерде. Бұл әлі де өндіріс жолындағы винолар. Бірнеше жыл бойы бутелкені сәл төгері қояды, сонда бутелкенің төбінде шөгінділер жиналады. Оларды жарық арқылы көруге болады. Кейін арнайы құрылғының көмегімен сол шөгінділерді алып тастап, шарап әрі қарай қоймаға жөнелтіледі. Міне қоймадағы винолар. Қараңыздар, мұнда 2014 жылғы винолар да бар. 1991, 1992 жылғы бутелкелерде сақтаулы. Қақпақтардың өзін жүн басқан екен. Бұл жерде тоғылған винолар сақталып тұр, және әр осындай кеңістікте өзінің қағаздары бар, өзінің номері бар. Міне номер мысалы 70. Сосын бір ақпарат осындай бар. Барлығы шам басқан. Барлығын ұстауға болмайды дейді. Қараңыздар, қандай ескі. Мова и вино разлили по бутылкам в 93-м. Урожай 88-й, разлили в 93-м, да? Да. Даже когда меня не было. Конечно. Возьмите бокальчик, после чего присаживайтесь. Болады екен ғой татып көруге. Біз алған турымызға негізі кірмеді, бірақ бар екен ғой. Ал татып көрейік осындағы виноны. Тым шарап сезілмейді. Негізі менде шарапқа, алкогольге аллергия, бірден қызарып кетем. Дәмін қатты сезімталмын дәм жағын, бірақ сезіп тұрған жоқ. Мұнда алкоголь жоқ сияқты, немесе өте аз. Бар екен. Бұл жарда осы Криковаға келген танымал адамдардың суреттері, соның арасынан бір кісіні тауып тұрмын. Қараңдар. Шевченко болған. Шевченко, футболист па? Шевченко да. Футбол қарамаймын мен. Алиев, Гагарин, Ердоған, Зеленский, Бердымухамедов бол. Чеферин бол. Кімдер бар мұнда? Мына жерге енді Темірлан Мұқаштың портретін қоюға болады. Жоқ, мына жерге емес. Назарбаев қасына. Ал бұл Криковадағы ең ескі вино. 1902 жылғы Иерусалим дейді. 1902 жылғы чехиялық ликер. Германия деген 1935 жылғы вино. Крикованың жер асты қоймаларында 1.300.000 бөтелке шарап сақтаулы. Шарап неғұрлым ұзақ сақталса, сапасы соғұрлым арта түседі. Бұл Крикова өнімдері қай елдерге экспортталатынының картасы. Ішінде Қазақстанда бар екен. Енді кез келген экскурсиядан кейін осындай бір мини-маркетке әкеледі. Сол арқылы өту керек. Бұл жерде бүкіл Крикова компаниясының шараптары осы жерде сатылады. Қаласаңыз сатып алуға болады деген сияқты. Бұл жерде шампанскилар, түрлі винолар, сондай арақ шараптар. Виноның бірнеше түрі болады, шампанскінің бірнеше түрі болады дегендей. Енді жаңағы экскурсияға осындай жүзімдер алқабына бару кірмейді екен. Сондықтан жолдың бойында жүзімдер алқаптары өте көп. Міне қол жетімді жерде Осылай жетуге болады. Кәдімгі бізде бидай өсіп жатады ғой. Жүгері өсіп жатады, мысалы. Дәл сол сияқты осылай жүзімдер алқабына да жетуге болады. Мына жерде енді шамамен былай өседі дегендей. Түсініксіз. Қай жерде жүзім мұнда әлі толығымен ашылып өспеген болса керек. Бірақ осы енді. Біз шамамен 20 километр жердеміз Кишиневтан. Осы жүзімдер алқабында жүрміз. Енді
артқа қайту керек қалаға. Такси мына жерден аламы жоқ па білмейміз, бірақ ойлап тұрмыз енді. Кишинев үлкен қала болғандықтан автостоппен жетіп қалуға. Енді қазір Жеңіс мырза өзінің харизмасын қосып, машинаны тоқтатып, келісуге көшіп жатыр. Автостоппен жетеміз деп үміттенеміз. Осы Жеңіс мырзаның харизмына сенеміз. Жеңіс мырзаның харизмасы істемей тұр. Сондықтан ар жақта үлкен бір тас жол бар. Сол тас жолға дейін жүгіріп бара тұрмыз 2,5 километр. Бұл жерден тіпті автобус өтеді. Сол автобуспен сосын Кишиневқа жетеміз. Жаңбыр бастап өтеді. Ана жақта жаңбыр басталып жатыр. Найзағай ойнап жатыр. Сосын іш пысты мына далада жаяу жүріп. Автобус күткізді. Автобус. Тоқта. Ой-ой-ой. We couldn't make it. We couldn't make it, bro. Перевод үлгермедік. Енді шамамен бір жарты сағат күтеміз автобусты, немесе Жеңіс мырзаның харизмасы, Немесе тақи. Ақыры жаңбыр жауып кетті. Таксиді шақырдық та таксимен барамыз. Бұл жерден бір донердан басып алып. Добрый день. Добрый день. Всем, да? Молдовада соңғы уақытта баға күрт қымбаттауда. Үйлердің құны, азық-түлік және күнделікті қажетті барлық заттар өте қатты қымбаттап кетті. Былай ойлап қарасаң, Шығыс Еуропаның ең кедей мемлекеті еді ғой. Бұл жағдайдың басты себебі Украинадағы соғыс пен одан туындаған босқындар ағыны. Осыдан әр затқа сұраныс күрт артты. 2022-нің қыркүйегі естеріңде ме? Путин мобилизация жариялағанда Ресейден қашып келгендердің кесірінен бәрі қымбаттап кеткен еді ғой бізде. Міне Молдовада бұл жағдай 3 жыл уақыт бойы болуда. Міне 168 лейға шықты. Пюре, 2 нан, шай и бір тауық котлеті, 168 лейді 30-ға көбейтеміз. 5000 теңге. Нәтижесінде молдовтар өздерінің ішкі табыстары мен күнделікті тұрмыс құнын өтеуде қиындық көруде. Елдегі орташа жалақы олардың қажеттіліктеріне жетпейді. Оған қоса Украинадан көшіп келген мамандар да молдовтардың орнын басуда. Сондықтан молдовтардың көбі жақсы өмір аңсап, жұмыс істеу мақсатында Еуропа елдеріне кетуге мәжбүр болып отыр. Ал молдовтардың Еуропада жұмыс істеуі бойынша да өз қиыншылықтары бар. Бұны Димитру атты молдав таксист жігіт айтып берген. Дмитру. Дмитру, да? Дмитру, да. 25. 25? Моложе меня, оказывается. Да? У вас говорится это? Ассаламу алейкум. Да. Я знаю. Ассаламу алейкум, барахматуллах, баракатуллах. Я работал в Москве с таджики, узбеки. Очень хорошие ребята. Да. Есть хорошие люди вообще. Еще знаю узбекский. Ишляр Кандай. Это Кандайсын. Қандайсың, қалайсың? Да. А в Москве кем работали? Что там делали? На завод работал. Печенье. Печенье делали. А в Европе не работали? Работал в Германии, Франции работал. А сейчас здесь? Да. А почему здесь? Почему не в Европе? Потому что нет румынский паспорт, чтобы работать там официально. Румынский паспорт. Я сдавал уже 5 лет, как я сдал на румынский, но еще не пришло. Ну, должен. Говорят, что здесь, в Молдове, у многих румынский паспорт, да? Да, очень много. А почему так? Потому что можешь работать в Европу легально. С нашим не можешь, с нашим только 3 месяца можешь в Европу, а с румынским можешь работать легально, официально все.
И все делают. Я тоже сдавал, но А вам не дали, да? ну, какие-то проблемы там по документам. Быстрее были, там Да. проблемы. Мысалы, бұл біз тоқтаған хостел. Жағдайы болса, міне, іші сасық, ескі, бағасы бір түнге 6500 теңге. Негізі, екі адам болып саяхаттағанда пәтер немесе қонақ үйден номер алған тиімдірек қой. Бірақ табу қиын, өйткені бәрі бос емес. Біз алдын ала іздегеннің өзінде қонақ үйлердің бағалары 40-50 мыңнан басталатын. Көрермендерім, мен қазір жолдың ортасында тұрмын, және артында тұрғаны екі үй. Бұл Молдованың қақпасы деп аталатын үйлер, Кишиневтің қақпасы. Өйткені бұл Кишинев қаласына әуежай арқылы ұшып келген адамдар Кишиневқа кіру үшін міндетті түрде осы жол арқылы өтеді. Сосын екі үйлердің арасымен өтеді. Бұл үйлер, яғни сол Кишинев қақпасы деп аталады. Кезінде бұл үйлер сондай жоғары дәрежедегі үйлер болған, 80-ші жылдары салынған. Көптеген адамдар сол үйлерде тұруды армандаған, бірақ қазір бұл үйлер шаршап қалған күйде, жағдайы өте нашар. Енді байқап тұрғаныңыздай, бұл жерде үйлер аз қабаттан көп қабатқа жайлап жоғарылай береді. Осыдан қақпа тәрізді болып тұрады. Кишинев көшелерінде жалпы бүкіл Еуропадағыдай үйсіздер, ақ суға тойып алғандар, түрлері быт-шыт болып жүргендер әбден көп. Алдыңғы жылы Еуропаның дамыған елдерінің көшелерінен ондайларды көп байқадым. Енді міне Молдова сияқты Еуропаның ең кедей елінде де ішімдікке тойып алып, қаланың сәнін бұзып жүргендерді көрудемін. Сонымен қатар Молдовада көшеде иттермен серуендеп жүрген азаматтарды жиі кездестіресің. Оған қоса үйсіз жануарларға күтім көрсететін түрлі қоғамдық қорлар бар. Кез келген мемлекеттің қоғамы, үкіметі қаншалықты жақсы екенін олардың жануарларға деген қарым-қатынасынан ақ байқауға болады. Молдовада түрлі қорлар кеңінен таралып, үйсіз жануарларды емдеп чип орнатса, біздің қоғамымызда үйсіз иттерді атып өлтіреді, жіпке байлап машинамен сүйрейді, барлық аяқтарын қанатып, байлап бензин құйып өртейді, байлап тастап секіріп соғып өлтіреді. Айырмашылық осындай еді. Мында достар, байқап тұрғаныңыздай, Молдованың жері, жалпы табиғаты өте керемет, сондай құнарлы, көптеген гүлдер өседі, көптеген алқаптар бар бұл жақта. Кәдімгі жап-жасыл кілем сияқты. Мен мысалы бұл жаққа ұшып келіп жатқанда ұшақтан байқадым. Әр жерде түрлі маталардан тоқылған бір үлкен мата сияқты болып тұрады. Сондай жасыл, сондай түрлі түсті. Жасыл да, сарысы да, қызылы да, сұры да, қарасы да, түрлі түсті жер. Гектар әр километр міндетті түрде егіншілікке қолданысқа берілген бұл жақта. Жерлері сондай кішкентай, соның барлығын барынша меңгеріп жерден пайдасын алып жатыр. Молдованың табиғаты тек далада емес, қаланың ішінде де сезіледі. Кишинев жап-жасыл қала, қаланың әрбір ұшында бой көтерген алып ағаштар, көгалдар мен тізеден келетін шөптер. Бәрі де бір сәтке нағыз орманда жүргендей күй сыйлайды. Қаланың ішінде көлдер мен өзендер ағады. Дәл осы жасыл әлемнің арасында кеңестік дәуірден қалған Кишиневтің ескі жүзі сақталған. Сұр түсті бетон үйлер, ескі будкалар, цилиндр пішінді жарнама бағандары. Мұның бәрін мен Самара, Мәскеу немесе Киевтің көшелерінен көргенмін. Ал енді Молдав машиналардың мемлекеттік номерлері қандай болады десеңіздер, міне. Ал бұл румыниялық номер, Еуроодақтың туы және ро деп тұр. Осы жақында Румыния мен Болгария Еуроодақтың құрамына кірген еді. Осылай аяқ асты жергілікті базарға тап болдық. Енді бұл жақта мен байқап тұрғанымдай, көптеген жазулар, баннерлер, 90% сол румын, молдов тілінде жазылады. Орысша жазылған баннерлер өте аз. Міне базарда ғана көп кездеседі бұндай орысша жазылған баннерлер, ал негізі басым бөлігі шамамен 90% жазулар қалада молдов тілінде. Мысалы бір кафеге барсаң, мәзір молдов тілінде жазылып тұрады, румын молдов тілінде. Енді түсінбейсің кейбір жерлерді, бірақ сұрасаң бәрін орысша айтып береді олар.
осылай бұл жақта. Айтпақшы, мұндағы базарға бір пікір қалыптасты. Кеңес одағы құрамында болған мемлекеттердің базарындай, Оралдың базары сияқты жалпы базар қызық емес мұнда. Өйткені бұндай базарлар бізде де бар. Барлығы таза, ұқыпты. Бұл енді Ирандағыдай шығыс ертегі әсерін беретіндей бір базар емес, немесе Африканың бір сондай қызық ерекше африканша базар емес. Сондықтан осылай. Қараңыздар достар, артымда ескі Кеңес одағы кезінде салынған ғимаратты жаңартып жатыр. Жалпы Молдовада бұл жағынан көптеген проблемалар байқалады. Ескі ғимараттар құлдырап жатыр, жаңартпайды. Үйлерді байқадыңыздар қандай екенін. Енді күзде мен Еуропаға барып келдім, Эстонияға, көрген боларсыздар. Бұл жақта қалай ескі үйлерді жаңартып, әдемілеп, сәндетіп қойған. Ендеше бұндай үдеріс біздің мемлекетімізде не болып жатыр деген сұрақ менде туындайды. Осы жақында депутат Руслан Берденовке оқ атқан жігіт, бұл кісі осындай ескі ғимараттарды жаңартумен айналысады екен. Енді Руслан Берденов Шымкентке әкімнің көмекшісі ретінде жұмысқа кіргенде екеуінің арасында бір түсініспеушіліктер пайда болып, осыдан анауы Руслан Берденовке өшін алам деп оқ атқан екен. Жалпы бұл оқ ату туралы айтып жатқан жоқпын. Жалпы оның жұмыстарын мен ғаламторда көрдім, міне осылай көрсетті. Белгілі бір ғимарат оның жұмысына дейін және кейін деген сияқты осындай бір реставрациялық жұмыстарды жүргізген екен, сонымен айналысқан кісі екен. Демек Шымкентте бұндаймен айналысады. Ескі ғимараттарды қалпына келтіріп, жөндеп деген сияқты. Енді Оралға бұндай үдеріс келіп жатыр. Ескі 9 қабатты үйлердің түрі дейін және кейін осындай болады деген сияқты жобаларды көрсетті, ғаламторда тарады. Яғни мен бұл жерде айтқым келген, қуаныштымын. Бұндай ескі ғимараттарды жөндеу деген үдеріс біздің елге де, біз тұрып жатқан ортаға да жеткеніне. Яғни прогресс бар деген сөз ғой. Мұнда осындай шіркеу бар. Крестін қараңыздар қандай, жай ғана крест. Қалай ойлайсың, молдавандар католиктер ма әлде православтар ма? 100% сенімім олар православ екен. Неге кресттері католиктердікіндей? Андай тағы бір сынған, біткен бірдеңе болады еді ғой? Ішке кіріп сұрармыз онда. Баяғы бүкіл шіркеудің қасындағыдай бұл жақта да осындай құстар ұшып жүр. Жүз пайыз православты шіркеу, өйткені католикалық болса, мына жерде осы орындықтар болатын еді. Әзірге болды достар. Алда Молдовадан тағы 2 шығарылым бар. Бұл шығарылымдарды жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ендеше келесі саяхатта көріскенше.